Жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Өркениеттің артықшылығын пайдалану үшін адамзат өзінің денсаулығын тәуекелге қояды. Бүгінгі таңда экологиялық проблема біз үшін ең өзекті тақырып болып отыр. Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары ғаламдық міндеттер қатарында. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, өңдеу және оны кәдеге жарату бүгінде өзекті мәселе болып табылады. Тұрғындар санының ұлғаюына байланысты қоқыс қалдықтары да молайып келеді. Қоқыстың жиналуы бұл күнделікті жүретін процесс. Басқа елдерде қоқысты түріне қарай бөлек жинау тәжірибесі қалыптасқан. Онда үй маңындағы аумақтарда қоқыстарды бөлек жинауға, яғни қағаз, шыны, пластик, тамақ қалдықтарына арналған контейнерлер орналастырылған. Ең бастысы елімізді, жерімізді таза ұстау.